Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге құжат толтыруға қажет сөздермен танысатын боламыз. Егер де құжат толтырудан қиналатын болсаңыздар, дәл осы видео сіздерге арналады. Міндетті түрде толық қарап шығыңыздар. Анкетные данные, сауалнамалық деректер, фамилия, тегі, имя, аты немесе есімі, отчество, әкесінің аты, дата рождения, туған күні, место рождения, туған жері, гражданство, азаматтығы, пол, жынысы, женский, әйел, мужской, ер, постоянное место жительства, тұрғылықты жері, адрес в Казахстане, Қазақстандағы мекен-жайы, национальность, ұлты, образование, білімі, среднее образование, орта білім, высшее образование, жоғары білім, профессиональный опыт, кәсіби тәжірибесі. У меня была практика, менің тәжірибем болды. Я работал, работала. Работал деп ер кісілер қолданады, работала деп әйел кісілер қолданады. Мен жұмыс істедім. Я работаю в школе. Мен мектепте жұмыс істеймін. Семейное положение, отбасылық жағдайы. Знание иностранных языков, шетел тілдерін білуі. Женат, үйленген. Замужем, күйеуге шыққан. Холст, бойдақ. Не замужем, күйеуге шықпаған. Разведен, разведена, ажырасқан. Вдовец, вдова, жесір. Паспорт, төлқұжат. Выдан, берілді. Где, қай жерде. Когда, қашан. Выдавший орган, берген орган. Действителен до, жарамды. Подпись, қолы. Назарларыңызға рахмет, спасибо за просмотр. Біздің каналымыздан алыстамаңыздар, себебі біздің каналда орыс тілін үйренуге арналған түрлі видео сабақтар және ағылшын тілін үйренуге арналған неше түрлі грамматикалық сабақтармен танысатын боласыздар.